Сәлеметсіңдер ме балалар, 2-ші сынып қазақ тілі пәні 29-шы сабақ дауыссыз Л мен Р тақырыбы. Балалар, бүгінгі сабақта Л мен Р әріптерінің емлесін сақтап жазуды үйренетін боласыңдар. 44-ші жаттығу, өлеңді жатқа жаз. Рауан. Рауан сәуле таңғы нұр, рақатқа бөлер жанды бұл. Рауанда батқан ақ таңдар, ризық сыйла сәл кідір. Өтепберген Ақыпбекұлы. Ал енді балалар, өлең мазмұны бойынша берілген тапсырмаларды орындайық. Р дыбысынан басталған сөздердің астын сыз, олардың айтылуы мен жазылуын салыстыр. Балалар, өлеңге Р дыбысынан басталған сөздер рауан, рақатқа, рауандап, ризық деген сөздері. Осы сөздердің астын сызамыз. Ал енді олардың айтылуы мен жазылуын салыстыратын болсақ, сөз басында Р әріпі алдынан дыбысы естілгенімен ол жазылмайды. Рауан, рақат, ризық сөздерінің мағынасын түсіндірме сөздіктен тауып біліп ал. Рауан дегеніміз балалар таңның жаңадан атып келе жатқан кезі, жарық сәуле. Ал рақат дегеніміз керемет, ғажап деген мағынадағы сөз. Ризық адамның өзіне бұйырған несібесі. 45-ші жаттығу, бұлтта берілген сөздердің бір әріпін өзгерту арқылы Л әріпінен басталатын сөздер жасап жаз. Балалар, бұлтта берілген сөздер жайық, бақ, бас, тайым, кезде, тай сөздері. Ал енді осы сөздердің бірінші әріпін Л әріпіне өзгертіп, Л әріпінен басталатын сөздер жасап жазамыз. Олар лайық, лақ, лас, лайым, лезде, лай болады, 46-шы жаттығу, оқы. Орны ауыстырылып берілген бөліктерден мәтін құрастыр. Жазғы демалыс кезі. Біз жүгерінің арам шөбін отап жүредік. Кенет күн бұлттанып, лезде жаңбыр құйып кетті. Кетпенді тастап қашыңдар деп дауыстадым. Жұрт паналар жер таппаған соң, кетпен күректердің төбелеріне тосты. Мұны көріп, металдың жай тартатыны есіме түсіп кетті. Дәулет Қасенов. Ал енді балалар, орны ауыстырылған бөліктерден мәтін құрастырып жазатын боламыз, Жазғы демалыс кезі. Біз жүгерінің арам шөбін отап жүредік, кенет күн бұлттанып, лезде жаңбыр құйып кетті. Мұнда бірінші бөлігі дұрыс. Екінші бөлігі, жұрт паналар жер таппаған соң, кетпен күректердің төбелеріне тосты. Мұны көріп, металдың жай тартатыны есіме түсе кетті. Үшінші бөлігі, кетпенді тастап қашыңдар деп дауыстадым. Яғни балалар, мұнда екінші бөлік пен үшінші бөліктің орны ауысып кеткен екен. Мінекей ауыстырылған мәтін бөліктерін орнына қойдық. Ал енді мәтін не туралы дейді? Мәтін найзағай туралы, балалар? Найзағай туралы балаларға арналған энциклопедиядан біліп ал дейді. Балалар, найзағай бұлттар не бұлт пен жер арасында болатын, ұзындығы бірнеше километр, диаметрі ондаған сантиметр және ұзақтығы секундтың ондаған үлесінде болатын алып электрлік ұшқынды разряд. Мәтіннен Л дыбысынан басталатын сөзді тап дейді. Балалар, мәтіндегі Л дыбысынан басталатын сөз лезде деген сөз, 47-ші жаттығу, шығармашылық үзіліс. Ребусты шеш. Шешуіндегі гүлді сипаттап жаз. Балалар, мұнда ара, оқ, шананың суреті берілген екен. Ара сөзінен А әріпін, оқ сөзінен соңғы екі әріп, яғни Қ әріпін, шана сөзінен соңғы бір әріп, яғни А әріпін қысқартамыз. Сонда ребустың шешуі раушан екен. Ал енді раушан гүлін сипаттап жазайық. Раушан гүлі ең әдемі әрі хош иісті гүл. Ол қызыл, сары, ақ түстерде болады. Сабағында кішкентай тікендері бар. Жапырақтары жасыл. Раушан сұлулық пен әдемілікті білдіретін гүл. Мінекей балалар, раушан гүлін осылай сипаттап жазуымызға болады. Ал енді балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, келесі жаңа сабақта жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.